Қоғам сотталған адамдарға дұрыс көзбен қарамайды. Ал ол жаққа кірген уақытта бірден сағыныш басталады. Құдай сақтасын түрмеден деген. Бәленбай жолдан кейін өзім басыма келді да. Подвалда жағдай жалаңаштандырып хлор сеуіп қояды. Сол хлормен сен мұздай цементтің үстінде жатасың. Ол жаққа түскен уақытта көбісі өзін бай қылып көрсеткісі келеді. Оның артынан ертең сәлемдемелер келеді, передача деп жатады ғой. Ең бір қатты қиналған кезіңізде Алладан сұраған дұғаңыз болды ма? Қандай дұға болды? 9 жыл бойы аймай келіп, жаңағыдай бар жылы сөзін айтып кетіп, ыстық тамағын пісіріп алып келу, ол әрбір ананың қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Зеленый цвет дейді ғой, бәрі жаңағыдай қазақтарды келеді да талпамен ұрып тастайтын период болды. Көрмегендей болайық дейді. Бірақ самый главный шектен шығып кетпеңдер. Намаз кітаптарымызды намаз алып қойып, көз алдымызда жандырғаны болды. Сіз бір түрменің бір психологы болған секілдісіз. Өзіңіз біреуді жазалап көрдіңіз ба? Тыңдамай жатқан уақыттарда бір-екі салып қалатын әдетім. Бір қыздар асылып қалған уақыттар болды. Менің ақымақтығым, хотя ол менің өзімнің ақымақтығым, өзімнің сенгіштігім. Ертеңгі күні менің әке-шешем бір-ақ сәтте қайтыс болып кетсе, менің артымнан кім келеді деген сұрақ тұрады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде кезекті сұхбат. Және бүгінгі сұхбатымыз ерекше болмақшы. Ерекше дейтін себебіміз бүгін бізде студия қонағы белгісіз кейіпкер жан, атын айтпауды өтінді. Ерекше дейтініміз ол кісі өзінің өмірінде 9 жылын темір тордың ар жағында, яғни қарапайым тілмен айтқанда түрмеде өткізген азаматша. Сондықтан бүгінгі сұхбатымыз, бүгінгі подкастымыз өте қызықты және пайдалы болады деп ойлаймыз. Енді ханым, қош келдіңіз студиямызға. Жалпы осы студияға шақыртуымызды қабыл алып, сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Енді сөзімді бастамас бұрын Хазіретті Мәулананың бір керемет айтқан сөзі бар екен. Өткеніңмен өмір сүрме, бірақ өткеннен әрдайым сабақ ал дейді. Яғни біз сізді осы студияға шақырудағы мақсатымыз сіздің өткен өміріңізден алынған сабақты көрермендерге пайдалы болу үшін, сабақ алу үшін, ғибрат алу үшін сізді арнайы шақыртқан болатынбыз. Сондықтан сіздің бүгін айтар пікіріңіз, ойыңыз өте маңызды деп ойлаймыз. Енді алғаш сауалым, сіз осы темір торда өткізген 9 жылыңыз туралы бір артқа көз тастап, бір өзіңіздің қысқаша тарихыңызды айтып өтсеңіз, одан кейін жаңағыдай сөз барысында өзіміздің әңгімемізді, сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Әрине, бұл болашақта қазіргі беріп жатқан сұхбатым бір адамға, біреуге сабақ болар деген үмітпен келдім. Бір өзімді атын шығару үшін немесе бір хайп болу үшін нәрсе емес. Егер хайп болғым келсе, мен бетімді көрсетер едім деген сияқты ғой. Жалпы мен атымды да айтпағаны қалап тұрмын. Жалпы, өмірімнің 9 жылы тар қапаста өтті. Мен анам айтам ғой, мам, жаңағыдай, сенің қалай өмір деймін да, сіздің құрсағыңызда 9 ай болдым деймін да, түрмеде 9 жыл болдым деймін да, и ровно 41-ші күні мен шығам. Как будто 40-ымнан шыққандай деймін да. Алланың қалауы шығар деп ойлаймын. Енді айтады ғой, өмір сынақ. Ең басты адамның міндеті осы берілген сынақтан сүрінбей қайта өмірге қарау, дұрысынан қарау деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде екінші рет өмірге келіпсіз ғой? Екінші рет өмірге келдім десем болады. Себебі қайта маған Алла өмір беріп, өмірді басқа жағынан көрсеткеніне шүкір етемін әрқашанда. Кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін, түрмеге отырып алып, түрмеден шыққаннан кейін несіне шүкір етіп жатыр деп айтуы мүмкін да. Жоқ, маған басқа сынақты бергенде, басқа сынақ бергенде мүмкін оны да көтерер едім. Бірақ маған қайырлы түрмедегі отырған уақыттарымның сабағы маған өте керекті, өзіме пайдалы болды деп айтсам болады. Түсіне білген адамға түрме өмір академиясы десем болады. Себебі ол жақта қарап отырсақ, барлығымыз қазіргі қоғамда мынандай ғой, түрмедегі адамдардың барлығын көзқарасы, олардың барлығы қылмыскер.
олардың бәрі оңбаған, олар адам болмайды Қатыгез деп. қатыгез деген сияқты қарауы мүмкін. Бірақ біз өмірдің басқа жағынан қарайтын болсақ, ішкі системасына, ішкі жүйесіне кіретін болсақ, ол жақта да жақсы адамдарды табуға болады. Егер сенің жүрегің таза, ниетің түзу болса, адамдарды да жақсы жағынан көретін болсаң, ол жақтан да бір жақсы адамдарды табуға болады. Әрине ол адамдардың барлығы бір жетіскеннен, бір еріккеннен сондай бір жағдайға түскен жоқ. Әр адамның тағдырын былай жеке-жеке алатын болсақ, әр тағдыр әртүрлі. Да, болды ішінде алаяқтар болды, нашақорлар болды, адам өлтіріп қойған адамдар болды мысалы. Бәрін жеке-жеке бүйтіп талдайтын болсаң, ол не үшін нашақор болды? Кейбір жағдайларда аджира дейді ғой, аджира бесилась, и в конце вот нашақор болды деген сияқты сондай жағдайлар болды. Адамның ашы, адамның тоғы, аңның ашы жаман дейді ғой, тоқшылықтан. Тоқшылықтан мысалы көп несе сол байдың қыздары жаңағыдай көтере алмады байлықты деген сияқты, немесе күйеуін өлтірген әйелдің өмірін тағдырын естіп жатсаң, ол 9 жаңағыдай қанша қиыншылықтар көру арқылы күйеуінің соққысына өмір бақи шыдап, ең соңында өз-өзін жаңағыдай защищать етем дейді ғой, жаңағы өз-өзін қорғау мәселесінде алып, абайсыздықтан өлтіріп қойған әйелдер бар. Алаяқтар ол алаяқ болам деген жоқ, мысалы жаңағыдай ақымақтықпен біреудің сеніміне кіріп, жаңағыдай біреуге жаңағыдай алданып қалып, немесе сеніп деген сияқты мәселелер бар. Да, арасында барлығын алып қылмыскер деп айта алмаймыз. Егер де біз олардың барлығын қылмыскер деп айтатын болсақ, мысалы, ол енді ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Себебі біз әр адамның болып жатқан жағдайы бәрі Алланың қалауымен шығар деп ойлаймын. Бәрі Алланың қалауымен сияқты. Енді ана біздің бабаларымыздың бір керемет айтқан сөз бар ғой, біреудің өмірін сөз етпе, сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте дейді да. Болашақта не боларын ешкім білмейді ғой, бір Алла ғана біледі. Сондықтан әр жердің, мысалы, ол түрме болсын, кез келген жердің бір атмосферасын, орнын білмей тұрып, ол жайлы, яғни жалпы шариғаттың өзінде де айтады ғой, біреудің жағдайын білмей тұрып, оған қатысты сөз айтпа дейді да. Мысалы, жүрек деген Алла біледі. Шынымен де сіздің сөзіңізден ұққаным, ол жерде яғни өзінің жазасына лайықты адамдар да бар, лайықсыз да адамдар бар болып тұр ғой, демек. Иә, сондай. Бірақ енді бізде көрермендер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, кейде лайықсыз адамдар көбірек отырма дегендей ойлар келіп қалмау үшін, енді біз білеміз, енді біреуді жаңағыдай бас бостандығынан айыру үшін де міндетті түрде бір себеп болады ғой. Бірақ сол себептердің өзі кейде адамға лайықсыз түрде болып жататын жағдайлар болып тұр ғой, демек. Иә, әрине, әр адамның жаңағыдай алып жеке-жеке қарайтын болсақ, ол бекерден бекер отырғызбайды да. Бір жерде мүмкін қателік кетуі мүмкін. Ол заң органдары да ақымақ емес қой. Улика жаңағыдай бір нәрсе болмаса, жаңағыдай адамға бекерден бекер не қылмайды. Кейбір жағдайларда болады, әділетсіздік қарайтын жағдайларда болады. Енді ол системаға кірудің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі мен жалпы өз басым, өз тағдырымда болды. Мен бұл жерде ешкімді қаралап, немесе ешкімді ақтағым да келмейді. Мен тағдырымды себебі дұрысынан қабылдадым. Мүмкін біреу адамдарға бұл біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ айтады ғой, берген сынақты дұрысынан қабылдаудың өзі, ол шүкір ете білудің өзі дейді. Мен шүкір етем, барлық тағдырыма да сол 9 жыл өмірім өтіп кетсе де, мен ол жақтан алар сабағым мен ол жақтан алған сабағым көп. Түсінікті. Енді ханым, енді бір артқа бір көз тастап, бір сол кезді бір елестетіп, сол кездегі бір сәттерді есіңізге алып көріңізші. Менің келесі сұрағым, яғни сіздің сол тар қапастағы кезіңізге, сәтіңізге байланысты болып тұр. Сол кезде сіз сол түрмеде қандай тағдырларды, қандай бір шынайы оқиғаларды, қандай бір қиыншылық сәттерді көрдіңіз? Өз басыңыздан немесе жаныңыздағы отырған азаматшалардың бір қандай қиын тағдырлар болды? Мысалы, енді жаңа айтып отырсыз ғой, кейбіреулер жаңағы жазықсыздан күйеуін өлтіріп қойып түсті, немесе біреу жаңа алаяқтықпен, немесе басқандай жағдайлармен түсті деп отырсыз. Осы кейіпкерлердің ішіндегі ең
сіздің жаныңызға батқан бір жаңағы сол кісінің сол түрмеге түсудегі оқиғасын естіген кезде өзіңіздің бір жаныңыз түршігіп, жаныңыз ашып, бір сондай бір сезімдер болған бір оқиғалар болды ма? Немесе сол түрменің ішіндегі бір сіздің көзіңізше бір заңсыздық болған жағдайлар, немесе әділетсіздік болған жағдайлар, немесе бір қиыншылық, яғни бір сондай бір кезеңдер, оқиғалар болды ма? Әрине ондай жағдайлар күн өткеннен кейін күнде әртүрлі ситуация болады ғой. Мысалы, өз басым бір тәте болды, 8 баласы, 8 баланың анасы болды. Жалпы ол күйіктен қатты сондай бір күйініп кетті. 8 балам не істеді? Енді қалды ғой, бұл түрмеге сотталып кетті. Түрменің ішіне кіргеннен кейін өте бір уайымдады да, өз-өзін жеді, содан ауру болды. И түбі ол тәтеміз, артық қайырлы болсын, қайтты. Получается, ол тәтеміз тек қана күйініп қайтты. Ол жерден, түрмеден оның тек қана денесі ғана шықты. Сол өкінішті болды. Тағы да оның алдында айтып жатуы бойынша жаңағы бір қыздар асылып қалған уақыттар болды. Мысалы, әртүрлі. Себебі ол өте қиын жағдай ғой. Мысалы, дұрысынан адам қабылдамаса, бұл сынақ деп адам қабылдамаса, ол жерде адамның сынып кету өте бір пәсте. Рухани тұрғыдан, яғни бай болмасаң, өте қиын. иә? Себебі ол жақта әртүрлі, представьте, көз алдарыңызға да, ол жақта адам қанша қаладан кіреді. И қанша адамның көзқарасы бар, қанша адамның менталитеті дейді ғой. Әр адамның алған тәрбиесі әртүрлі. Біреу жоғарғы білім бітірген, біреу оқымаған, біреу көшеде жүрген жаңағы алқаш десек болады. Мысалда, сондай адамдардың барлығын шоғырланған жері. Мысалы, жарайды, біз жоғарғы оқу орнына түссек, ол жақта тек қана бір сөзбен айтқанда көз ашық, есі дұрыс адамдарды көруіңіз мүмкін. Біз немесе мемлекеттік жұмысқа барсақ, барлығы дипломы бар, бір адамдарды көруіміз мүмкін. Ал ананың ішінде, түрмеде ол жан-жақтан қамтыған адамдар, әр адамның тағдыры әртүрлі да. Бірақ соның барлығын бір жерге жинап қойып, жаңағыдай отыр. Жалпы мен түрмені былай айтар едім. Адам қабірге түскен уақытта қайта бұл дүниеге келсем екен деп армандайды ғой. Қайта бір амал жасасам екен, қайта бір жақсылық, қайта өмірді қайта берсе, қайта етер едім. Дәл сондай сәтте ол түрме деген. Егер түрмеге түскеннен кейін қайта маған бостандықты берсе, мен осындай жасамас едім. Немесе осылай қайта бостандықты берсе, мен өмірімді басқа жасар едім деген етін. Түрме ол адамға ойланатын, ой салатын жер. Ол қайта егер осы түрмеде егер адам түзеліп шықса, болашақ жарқын болады деп ойлаймын. Себебі ол жерден алатын сабақ өте көп. Әрине ол жаққа екінің бірі жаңағыдай түрмеге кіргеннен кейін екінің бірі керемет болып шығады деп айта алмаймын. Себебі қанша адам рухани кедей адам ол жақтан сынып та өз-өзінің болмысын, өзінің тұлғасын кетіріп атқан адамдарды көрген кезде жүрегің елжірейді, жүрегің ауырады. Әрине, оған барынша былай айтқанмен де уже адамның ойы, санасы өзгерген кезде оны беттін бұру өте қиын екен көзім жетті. Енді ханым, мына жерде мынандай сұрақ болып тұр. Сіз бұл нәрселердің бәрін қазір басыңыздан өтіп, болып бояуы сіңіп, қазір сіз сабақ алғаннан кейін айтып жатсыз да? Иә. Ал бірақ сіз сол ең алғашқы сәтте, сіз мысалы сол темір торға тоғытылған кезде ең алғашқы басыңызда мұндай ақпарат, ғибратты оқиғалар жоқ кезде сіз ең алғашқы барған уақытта сіз өзіңізді қалай сездіңіз? Мысалы, сізді түрмеге алып кірді, мен енді не істеймін? Бұл жерде қандай адамдар бар деген неше түрлі ойлар болады ғой. Сізде сонда сол кезде ең алғаш барған уақытта қандай сезім болды? Ол жерге кіргенде мен кім болып шығам деген ой мазалады ма? Мына жерге кіріп мен қалай өмір сүрем деген? Әрине, ең басында кірген уақытта жаңағыдай бізде бұрында киноны көріп алғанбыз. Бұрында көретін едік қой, енді хотя біз ол түрме туралы ешқандай ақпаратымыз жоқ. Побег из тюрьмы деген киноларды көріп алатынбыз да, и кірген уақытта барлығын өзің көзіңмен көрген уақытта жүрегің жылайды ғой. Неге мен осындай халге жеттім ба? Вроде маған әке-шешем тәрбиені берді, маған әке-шешемнің үміті көп еді, бірақ мен осындай жағдайға түстім. Басында ол тағдырға бірінші иланбайсың, неге деген көп сұрақ болатын басында. Неге мен осындай болды, неге осындай болдым? Әке-шешеме де айтқанымда сол, жаңа бір болады ғой, бір периодта
әке шешемді де кей жағдайларда кінәлап қойған уақыттар да болды. Мүмкін осы сендердің арқаларында шығар, мүмкін менің ақымақтығым, хотя ол менің өзімнің ақымақтығым, өзімнің сенгіштігім, өзімнің бір сөзбен айтқанда ақымақтығыммен кіріп отырмын ғой. Ең алғаш уақытта, түрмеге кірген уақытта, жан жақтағы мынау стена дейді ғой, қабырғалар төрт жағынан төртеу қысылып тұрған уақытта сезінесің ғой. Сенің қолыңнан еш нәрсе келмейтінін түсінесің. Есікті мынандай кішкентай решеткадан саған тамақ беріп жаңағыдай алған кезде бір ғана порцияға шүкір ете білесің. Судың өзін аңсап қаласың. Жаңағыдай айтады ғой, сол уақытта әке шешеңді сағына бастайсың ғой. Хотя күнде жаныңда жүрген әке шешең сағынбауың мүмкін. Ал ол жаққа кірген уақытта бірден сағыныш басталады. Әкеңнің, шешеңнің жылы сөздерін естігің келеді. Солардың қолдауын естігің келеді. Әрине шүкір, маған әке шешемнің қолдауымен сол 9 жыл оңай өтті десем болады. Себебі егер де әке шешем маған қолдау бермегенде, әке шешем менен бас тартқанда, мүмкін мен де басқа адамдар сияқты сынып қалар едім. Шүкір, әке шешеме өмір бақи алғысым шексіз. Әрбір әке шеше солай болса, бұл өмірде мүмкін адамдардың да көзқарасы босқа болар ма еді. Себебі қанша адамды көзімен көрдім. Әке шешесі сотты болғаннан кейін әке шешесі бас тартып атқан адамдарды көрдім. Жолдасы бір күнде жаңағыдай ажырасып кетіп, заявление беріп, жаңағы өтініш тастап, арыз жазып атқандарды көрдім. Бас тартып жатқандар. Бас тартып атты. Одан кейін жағдайлар болды. Дөкейлер жаңағыдай биік, жоғарғы шенділері, мамалары отырған кезде, мама ренжімеңіз, біз сізге келе алмаймыз, біздің жұмысымызға кедергі болады деп, мамасынан жаңағыдай келмейтіндей қылып айтып кеткен жағдайлар болды. Себебі артынан сәлемдемелерін беріп тұрды, бірақ артынан келген жоқ. Сонда мамалар кәдімгідей өз баласын көруге аңсап қалды да. Себебі ситуация сондай болып қалды. Хотя ол баласын сондай дәрежеге жеткізіп отыр, ана өзін құрбан етіп отыр да. Ал мына жерде келеді да, мам ренжіме, мен келе алмаймын. Менің себебі жұмысымдағы адамдар білмеу керек деп, жаңағыдай мамасының шетелде немесе басқа жақта деген сияқты қылып елдерге сөйтіп айтқандары болды мысалы. Сондай тағдырлардың бәрін көрген кезде шүкір етесің. Айтады ғой, әр жерде тағдырды салыстыру арқылы сен өз күніңе, өз болып жатқан ситуацияға шүкір ете білесің. Мен енді айтам, әйтеуір шүкір бауырларыма, туған туысқандарыма ризамын. Себебі бар жағынан олар қолдап тұрды. Сенді, себебі айтты, ең бас біз саған сенеміз. Білеміз сен жаңағыдай бұл жерде кетіп қалғанды да біліп отырмыз деді. Бірақ біз саған сенеміз. Ең бастысы бізде үмітіміз көп деді. И ол сол сөздердің өзі адамға көп рух береді. Себебі мен білдім, менде маған әке шешем, туған туысқан бауырларым маған үміт артып отыр. Неге мен олардың үмітін ақтамасқа? Неге мен олардың үмітін ақтап, ертеңгі күні мен осы жерден адам болып шықпасқа деген бірінші сондай не қойдым алдыма, мақсат қойдым. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен біріншіден сол дінге келген марқасы деп ойлаймын. Себебі шынайы дінге келіп, шынайы Құдайға құлшылық етуімнің арқасы деп ойлаймын. Дұға деген нәрсенің қабыл болуы. Адам баласы мынандаймыз ғой, дұғаны тілейміз да, дұға неге қабыл болмайды деп асығып кетеміз. Хотя біз білмейміз дұғаны біз қалай жасап жатырмыз, шынайы жасап жатырмыз ба, әшейін жай ғана уақытша жасап жатырмыз ба, білмейміз да. Бірақ мен түсінгенім, действительно мынау жүректен шығып, кей жағдайларда болады, сен міне айтпайсың да, міне, бірақ Құдайдан қол шаясың да, Раббым Алла, білесің, сен жүректегі барлық нәрсені білесің, өзің реттеп берші дейсің, Алла тағалам бәрін реттеп береді. Сондай күндер болған кезде Алланың таңғажайып есіңе түседі. Сол түрмеде болған кезіңізде ең бір қатты қиналған кезіңізде Алладан сұраған дұғаңыз болды ма? Қандай дұға болды ол? Және орындалды ма? Әрине, әр қашан бір қызығы, ол түрмеде отырған уақытта дұғаның барлығы қабыл болатын. Мамам күлетін, әй қызым, анау үшін дұға етіп қойшы, мынау үшін дұға етіп қойшы. Мен күлетін, мама, мен әулие болдым ба құрсын деп күлетін ғой. Жоқ, сен анау адамның жаны қиналған уақытта адамның дұғасы қабыл болады деген рас екен. Себебі сен ол жерде қарап отырсаң, қиындықта отырсың ғой.
яғни шариғатта мазлум деп аталады ғой, яғни қиыншылық сондай көрген адам. қиыншылық көріп отырсың ғой, и сол уақытта қарап отырсаң жай ғана бір не мысал айтып көрейін. Біз күнделікті мемлекеттің беріп жатқан тамағын жейміз, шүкір беріп жатыр мемлекет, ол жағынан бізді өлтіріп жаңағыдай аштан қалдырып жатқан жоқ, ол жағынан мемлекет өз тарапынан барлығына беріп жатқан тамағын беріп жатыр. Бірақ кейде болады ғой, үйдің тамағын аңсайсың, жай ғана манты жегің келеді, немесе жаңағыдай ет жегің келеді деген сияқты. И сен хотя оны мантыны армандамайсың, бірақ жай ғана ойың алып қаласың да, ту манты қашан жесек екен деп қоясың. И сол мантыны бір адам арқылы беріп тұрады ғой. И біреу айтады, ал деген сияқты қылып та, мысалы. Сол уақытта түсінесің Алланың құдіреттілігі, шексіздігі, мейірімділігі. Бір период болды, мысалы ораза уақытында. Оразаны мен өзім сол уақытта көп тұтып жүрдім оразаны. Себебі мен түрмеге түскеннен кейін мен түсіндім, что бұл маған Алланың беріп жатқан сабағы. Мен осы сабақ арқылы өзіме керек нәрсені алып, өзімді өзім нәпсімді тыяйын, өзімді өзім тежейін, өзімді өзім тәрбиелейін дедім. Себебі 14 жылда маған берілген жалпы жаза мерзімі 14 жыл болды. 14 жылда кім бар, кім жоқ. Ертеңгі күн менің әке шешем бір-ақ сәтте қайтыс болып кетсе, менің артымнан кім келеді деген сұрақ болды. Мен жоқтыққа да өзімді үйретейін дедім да, тек қана сол жақта тамағын жеп, өз-өзімді тежедім. Әке шешем маған алып келіп жатыр, жаңа азық түлігін алып келіп жатыр, мен жұрттарға тарқатып тастайтын, беріп тастайтын. Жаңа бостандықтың тамағын жемес үшін мен сол жақтың тамағына үйрене бастадым. Өзімді өзім тежеп, жаңағыдай ораза ұстап көбінесе. И бір күні күнде талқан бар ғой, талқанды күнде жеймін ғой. Талқанды жеп уже шегім до такой степени жабыс қалған ғой бір сәттерде. И бір күні уже талқан неғаннан кейін бір қыздарымыз жаңағыдай әке шешесімен кездесуден келгеннен кейін бізге жаңағыдай дастархан жайып шақырады. Шақырған уақытта мен жаңағы барам. И ана жерде көрсеңіз жаңағыдай бостандықтағыдай дастархан дайындап қойған ғой. И ананы көремін да мен жылаймын ғой. Жүрегім тоқтамайды ана жерде. Қуаныш сәтті мынандай ғой нәрседе. Біз деймін да, Алла тағалам бізді соншалықты мейірімділігі соншалықты, біз тар қапаста отырсақ та бізге Алла тағалам осындай мейірім беріп, бізге осындай тамақты, ризықты беріп қойды. Ал қанша адамдар жүр бостандықта, аштықтан өліп жатыр ғой. Жай ғана көз алдымда Африканың адамдары есіме түсіп кетеді ғой. Олар қарап отырсаң, бостандықта жүр, бірақ олар аштықтан өліп жатыр да. Ал біз түрмеде отырмыз, түрмеде отырсақ та Алла тағалам бізге мейірім беріп қойып, бізге несібемізді беріп қойып отыр да. И соны көрген кезде Аллаға сансыз шүкір етесің да, и шүкірің арта береді ғой. Түрмеде отырған уақытта жалпы адамның шүкірі артатын жер деп айтсам болады. Сен себебі күнде көзіңмен көресің, әр адамның жағдайын көре бастайсың. Шын шүкірдің қадірін сол жақта білесіз. Сол жақта білесіз. Оны өз көзімен көрген уақытта сене бастайсың. Енді ханым, мен бір байқағаным, сөзіңізден, жаңа көз жанарыңыздан байқағаным, сіз анаңызды еске алған кезде, жалпы анаңыз туралы әңгіме болған кезде көзіңізге жас алатын секілдісіз. Шынымен де. Мен енді қоғам болған соң біз білеміз, қоғамда баласын туа салып тастап кететіндер бар, немесе баласынан бас тартатындар бар, тіпті сатып жатқандарды да естіп жатырмыз да. Соларға сабақ болу үшін сіздің анаңыз байқағаным, сізді 9 жыл бойы қандай сіз сынақта болсаңыз да бір сәтке тастамай, сізге әрқашан демеу көрсеткен секілді. Яғни сіздің анаңызға деген махаббатыңыздан ба, әлде анаңыздың сізге деген махаббатынан болып тұр ма? Сіз түрмеге түспестен анаңызға деген махаббатыңыз қандай еді? Одан түскеннен кейінгі махаббатыңыз қандай болды? Анамның бұл жерде рөлі өте зор деп айтсам болады. Себебі анамның қазірде шүкір, әлі де анам бар ғой шүкір. Бірақ сол периодта шырылдаған кездегін көрсеңіз, қызым бәрі жақсы болады, бәрі уақытша деген сөздері бәрі ұмытылады, кетеді. Әрине ананың дұғасы қабыл дейді ғой, бірақ 9 жыл бойы аймай келіп, жаңағыдай бар жылы сөзін айтып кетіп, ыстық тамағын пісіріп алып келу, ол әрбір ананың қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Үміттерін қазір ойлаймын, мүмкін ақтаған да шығармын. Мен білмеймін ғой, бірақ риза әйтеуір шүкір қазіргі уақытта анамды
әкем де риза. Ең бастысы анамның махаббаты деп айтсам болады. Себебі ананың махаббаты осындай дәрежеге жеткізді ау деп ойлаймын. Иә, шынымен де ол жақта сіздің тамағыңыз бар, киіміңіз бар, ешқандай жұмыс деп тұрмыстың тауқыметін іздемейсіз, тек қана сізге ол жақта рухани тұрғыдан демеулер қажет болды. Сол кезде анаңыздың сөздері, жылы сөздері, махаббаттары, біз енді қоғамда көп жастарды білеміз ғой, тіршіліктің қамымен кейде анамыздың қадірін білмей жатамыз. И деп сөйлейміз, сен деп сөйлейміз, бір өтініш айтса, мама қойшы, ана қойшы деп кейітетін, көңілін қалдыратын сәттер болады, бірақ біз жоқ кезде ол кісілердің жылап, көз жасын сығып алатын кездерін біз білмейміз, бірақ Құдай көріп тұр ғой, бәрін Құдай көреді. Бірақ сол кезде сол сәттің қадірін білу үшін осындай темір торға тағытылуыңыз, бұл сізге үлкен бір сабақ болған секілді. Яғни менің бұл жерде айтпағым, жастарға, кез келген азаматқа сабақ болу үшін ананың қадіріне жететін, сені анаңдай артық жақсы көретін адамның жоқтығының бір белгісі ғой. Сіз соны шынайы жүрегіңізбен түсінген секілсіз. Өйткені қашан анаңызды сөз қылсаңыз, осы көзіңізге жас толатынын мен байқадым. Рахмет. Енді тағы бір сабақ болатын, сізден бір ғибрат алар деген оймен сұрайтын сұрағым, біз қоғамда жүрген кезде мына әсіресе жаңа ата-анамызды зекіп, көбінесе мына достарға акцент береміз ғой. Ойбай, мен досыммен бір звонок жасаса кетіп қаламыз, анамыздың айтқан сөзін, әкеміздің айтқан сөзін елемей жатамыз. Досым үшін тұрам, досым үшін өлем, досым үшін бүйтіп жүрем, сөйтіп жүрем, ол досым маған осындай керемет деп, кейде бір достардың, оның ішінде де достар дегенде тырнақшаның ішінде ол шынайы дос па, емес па, сондай бір сәттер болып жатады. Ал сіздің ойыңызша шынайы дос деген кім? Сіздің досыңыз болды ма жалпы? Түрмеге барғанға дейін, одан шыққанға дейін шыдаған, одан шыққаннан кейін де қазір достарыңыз бар ма? Сіз жалпы достық дегенді қалай бағалайсыз? Достық деген әрине ол дос мәңгілік болу керек деп ойлаймын. Бүгін сенің қолыңда бар уақытта дос болып, ертеңгі күні басыңа күн қайғы, қара түнек түскен уақытта бет бұрып кететін достардың бәрі уақытша деп ойлаймын. Аллаға шүкір, бірақ менің достарым әлі уақытқа шейін бар. Басыма келген кезде, сынақ келген уақытта да қолдаған достарым бар. Құрбылар деп айтады ғой, құрбыларым бар, шүкір. Әлі уақытқа шейін араласамыз. Мен кейде ойлаймын, достарды да мен дұрыс таңдағаныма шүкір етемін. Себебі олар мені сынаған жоқ. Ешқайсысы мені алып, жаңағыдай жерден алып жерге салған жоқ. Бәрі сенің қолынан келеді, біз саған сенеміз деп хаттарын жазып тұрды, кітаптарын беріп жіберіп тұрды, мамаға сәлемдеме беріп жүрді. Шымкентте отырған уақытта артымнан келіп, жаңағыдай қал жағдайымды сұрап, түрмеге де келіп отыратын уақыттар болды. Аллаға шүкір, мен достан қателеспедім десем болады. Досыңыз жалпы көп болып еді? Достарым көп, әлі де достарым көп деп айта алсам болады. Себебі мен мынандай адамымды барлығымен араласқан уақытта айтады ғой, жүрекпен араласам. Шынайы, анандай бір содан бір нәрсе келеді, маған пайда келеді деген адам емеспін да. Бәрімен шынайы араласқан. Пайда үшін емес. Пайда үшін емес. Ол жоқ болсын, ол қарапайым адам болсын, ондай мәселе мен адам ешқашан таңдамағам. Түрмеде де қанша дос таптым. Аллаға шүкір, әлі де араласамыз. Аллаға шүкір, олардың да жағдайлары қазір түзеліп келе жатыр. Қалай жағдай десек те, әйтеуір бір-бірімізді түсінеміз деген сияқты, сол сияқты. Әрине, досты да дұрыс таңдай білген дұрыс. Себебі ертеңгі күні, қазір күні әке шешең сол дос үшін ренжітіп кетуі мүмкін, бірақ ертеңгі күні сол достарың сен үшін тұрып бере алмауы мүмкін да. Бірақ сәтте басыңа қайғы келсе, бірақ күні қара түнек түскен уақытта, бірақ күнде досыңның кім екенін көре аласың да. Айтады ғой, өмірде ең жаман нәрсе жаңағыдай сені қоршаған ортаңның кім екенін білмеген. Себебі мынандай жағдай болуы мүмкін. Қазір сен бәр қоршап жүруі мүмкін, бар кезде, күшті кезіңде, ал бір жағдай болып қалған уақытта кімнің бет бұрып кететінін сен білмейсің. А мен уже білемін оны. Мен білемін, кім мен араласты,
мен солармен ары қарай араласамын. Ал менен бет бұрып кеткен адамдармен мен оларға менімен араласшы деген сияқты мен олардың араласуына мұқтаж емеспін. Әрине ондай адам болған жоқ, бірақ бәрі Аллаға шүкір әлі араласып келе жатыр. Бірақ өкініштісі бағанағыдай жағдай ғой. Адамдар сол дос үшін тұрып беріп, дос үшін жаңағыдай көкірегін соғып, менің досым дейді. Ал бірақ ертеңгі күні сенің басыңа іс түскен уақытта сен шынайы бетін білесің ба досыңның деген сұрақта. Өкінішке орай көп адам білмейді досының кім екенін. Сол сияқты. Түсінікті. Енді ханым, біз білеміз, ол түрмеде жалпы сырттағы қоғамдағы адамдармен таксофон арқылы немесе арнайы кездесу ұйымдастырған кезде сөйлесетін. Енді сондай бір сәтте таксофон дейікші, таксофонға сіз біреумен сөйлескіңіз келген кезде сол таксофонның жанына барып тұтқан алып жаңағы звондаған кезде ар шеттен алынбай қалған сәттер болды ма? Әрине ондай сәт. Ол кезде қандай сезімде болдыңыз? Берілетін уақыт 5 кейде 10 минут, 5 минут береді. Адам көп болса 3 минутта сөйлесе алмайсың. Ең басты әрине ата-анаңа звондайсың ғой. Бір жағдайлар болады, кейбір жағдайларда телефон алынбай қалады. Сол уақытта уайым деген кетіп қалады ғой, ой деген жүйрік қой адамның ойы. Вдруг мен мама папам бір жағдай болып қалды дейсің да бірден уайымдап жаңағы бәріне звондап шығасың ғой. Тірі ма, аман ба, бәрі тыныш па? Иә, тыныш. Сол кезде ғана. Ол сәттерде бірақ мама папам жаңағыдай телефон звоногын естімей қалатын сәт болуы мүмкін, немесе бір қонақта отырып қалған жағдайлар болады да, мысалы. Сондай сәтті еткен кезде адамның ой деген нәрсе, ең жаман нәрсе ой екен. Ойын кетіп қалады ғой кәдімгідей. Сол ең жаман сәт. Қанша көз алдымызда болды, мысалы ата-анасына звондап тұрады, қайғылы оқиған, қайғылы жағдайды естиді, жылап еңіреп шығады. Не болды? Анам қайтыс болды, менен бара алмаймын. Балам қайтыс болды, мен бара алмаймын, мен көре алмаймын, жаназасына көре алмаймын. Ең өмірдің ащы несі сол деп ойлаймын. Себебі сен тірі тұра өзіңнің туғаныңның барып жаназасына бара алмау ең қиын сәт. Сол қиын деп ойлаймын. Мен бірақ тілегенім, сол периодта тілегенім, ата-анам аман болсыншы дедім. Раббым Алла, ең басты мен шыққанша ата-анам мені күтсінші дедім. Аллаға шүкір, дұға қабыл болды. Шүкір, мені күтіп алды. Әлі де бар, немересінің қызығын көріп жатыр қазір, шүкір. Ең басты дұға жүректен шығу керек деп ойлаймын. Қалған бәрі болатын дүние. Енді сіз мен білуімше жаңағы мерзімнен бұрын босап шықтыңыз, яғни оны удо деп айтады ғой, удомен шықтыңыз. Осы удоға сіз қалай іліктіңіз, қандай бір ерекшеліктеріңізбен, қандай бір қасиеттеріңізбен? Удо ол енді заңды түрде мемлекет тарапынан заң түрінде 2-ден 3 бөлігін отырып, жаңағыдай содан кейін жақсы тәртібің үшін шығасың. Осы жердегі енді жақсы тәртіп деген кезге бір акцент қойып, бір қандай тәртібіңізбен, қандай ерекше? Жақсы тәртіп дегенде мен енді ол жақта да активист болдым бір жол, бір жағынан дінге қызмет атқардым. Аллаға шүкір, ең басында кірген уақытта да мешіт жасап, мешітте біраз уақыттар отырдым. Діни білім адамдарға бердім десем болады. Себебі ол жаққа адам түскен уақытта бірінші адам Құдайын іздейді екен. Себебі қандай өмірде жағдай болсын, бір адамның басына сынақ келген кезде бәріміз Құдайды іздеп кетеміз, ол рас. Бостандықта жүрсе де адам басына бір сынақ келсе. Неге осы адам басын тасқа ұрған кезде ғана сондай Құдайын іздейді? Иә, сондаймыз. Ол адам пенде, себебі жағдай жақсы уақытта бәріміз Құдайымызды ұмытып кетуіміз мүмкін ғой. Бірақ именно тарқапаста барлығы Құдайды іздейтін ол анық көзім жетті да. Сол уақытта сен Құдайды дұрысынан түсіндіріп білсең адамға, ол ары қарай алып кетсе. Атеистердің өзі де Құдайды іздеп кетпей ме? Іздеп кетеді. Бәрі іздеп, қанша атеисттің сондай шынайы оқиға болды ма шынымен? Атеистердің. Иә, даже қоғамда енді емін еркіндікте, бостандықта
жағдайлар жақсы кезде Құдай туралы неше түрлі сөздерді айта береді ғой. Ойбай, Иә. сенің Құдайың мынау қайсы деп неше Иә. түрлі былапыт Ол сөздерді. жақта басында болды, қанша атеисттер, өз практикамда болды. Атеисттер кіріп алып, Құдай кән болса, мен неге бұл жерге жібереді? Иә. Құдай кәні, Құдайың болса, міне, Құдайың қайда? Мен не жазаландым, мен неге не қылдым деп біраз уақыттан кейін ол апамен жай сөйлесіп, қанша адамның бетін қайтарғанымыз болды. Ол сәттерде болды. Себебі сұрақ қою арқылы ғой, тәте, сіз осы уақытқа шейін не істеген едіңіз Құдайға? Соншама Құдай дейтіндей. Сіздің дәл балаңыз осылай жасаса, сіз балаңыз үшін бәрін жасайсыз да, балаңыз сізді мойындамай қойса, қандай боласыз деймін да. Сонда ойланып қалады. Дәл солай сіз Құдайға сөйтіп тұрсыз ғой деймін да. Құдай сізге барлығын берді ғой деймін да. Бірақ сіз Құдайға бет бұрдыңыз ба деймін. Жоқ дейді. Енді не дейсіз деймін да. Құдай мүмкін өзін сізді таныту үшін осы жерге алып келіп отқан шығар. Құдай сізге мен бармын деп көрсеткісі келіп тұрған шығар сізге дейді деп түсіндірсем, кейін барып уақыт келе олар уже ислам дінін қабылдап, жаңағыдай шахадасын айтып жатқан адамдарды да көрдік. Сығандар, курдтар, орыстардың өздері калимаға тіл келтіріп, жаңағы шахадатын айтып мұсылман болған сәттер болды. Соның куәсі мен болдым, мысалы. Себепкер де Ол бір ислам дінінің қандай бір ерекшеліктеріне басымдық бере отырып дінді қабылдады көбінесе? Көбінесе бұл жерде жаңағыдай нәрсе ғой. Бұның барлығы Алладан берілген сынақ. Сынаққа сен төтеп берсең, Алла тағалам сауабынан беріледі. Әрбір қиындықтың артында бір жеңілдік бар. Ислам дінінің осы бір мотивациясы оларды осы дінге алып келді. Иә, осы нәрсе. Себебі көбінесе әсер еткен енді менің де жағдайым шығар, себебі мен 14 жылға сотталсам да басымды көтеріп, еңсемді көтеріп, жаңағыдай күнде былай жылап, еңіреп жүрген жоқ едім. Себебі жаңағыдай жеңіл өмірді қабылдадым. Рухани тұрғыдан сынбай. Рухани сынбай, жаңағыдай жеңіл қабылдағаннан кейін адамдар да маған қарап, бұл да бізде өтіп кетеміз ғой деген сияқты. Мен күлем, қанша жылға келдің? 5 жыл. Ой, 5 жыл деген не деп қоясың да ойнап. Біздікі не 14 жыл нормально деп қояды, жүресің мысалы. Сонда адамдар қарайды, мынау 14 мен айтамын, Құдайға шүкір десеңдерші деймін да. Алла тағалам сен басқа жағымен сынап қойғанда деймін да, мысалы. Жай ғана өмірде сен инвалид болып қалдың. Жай ғана сен мәңгілік орныңнан тұрамай қалсаң не істер едің деп сұрақ қоямын. Сөйтеді де ойланады, қой түрмеге келгенім артық қой дейді да. Немесе жай ғана алайыншы, сіз просто жай ғана өліп қалдыңыз. Сізге қайта артқа жолыңыз жоқ. Біз әйтеуір түрмеден шығамыз ғой. Қайта артқа шығуға мүмкіндігіміз бар. Уақытша сынақ. Уақытша барлығы сынақ деп айтқаннан кейін адамдар ойлана бастайды. Әрине. Қазір де мысалы шүкір барып сол жақтағы адамдарға барған уақытта солай айтамын всегда. Енді жаңа ханым сөзіңіздің арасыңызда айтып қалдыңыз, сол кезде мешіт болған еді деп. Енді көпшілік дұрыс түсінбей қалмасын. Ол жерде мешіт болмайды ғой, түрмеде намазхана. Ол намазхананың тарихы қалай? Сол жерде сіз намазхана ашыпсыз, намазхана болды дейсіз. Қазір біз білетініміз ол жерде ондай намазханалар, дінге ондай бір еркіндік жоқ. Осы намазхана ашылуы мен жабылуына не түрткі болды, не себептер болды? 2009 жылы біз сол түрмеге кірген уақытта әлі де мешіт емес, жаңағы намазхан, намаз оқитын жерлер болды. Барлық түрмелерде, кейбір түрмелерде даже мешіттер ашылған уақыттар болды. Ерлер түрмесінде болды, ондай ситуациялар болды. Кейін 2012 жыл ма, 2011 жылдың аяғында ма бір по-моему, ерлер түрмесінде бір жағдайлар болды. Сол намазға қатысты мешіттің ішінде бір жағдайлар болғаннан кейін, намазхананың ішінде бір жағдайлар болғаннан кейін, барлық намазханалардың бәрін жабуға тура келді. Себебі заңға бағыну керек болды. Заң. Себебі кейбір адамдар дінді жамылу арқылы керісінше дінді басқа жағынан көрсетіп қойды. Яғни дінде шектен шыққан себепті. Діннен шектен шыққаннан кейін сол намазхананың ішінде әртүрлі қиқылжың, керіс заң бұзушылықтар жасап бастағаннан кейін, мен жаңа намаз уақытым, мен ана жақта болуым керек, мына жаққа бармаймын деген сылтаулар шығар. Сондай мүмкін. Себебі ол енді ішкі тәртіп деген нәрсе бар. Аллаға шүкір, ол қазіргі уақытта да ешкім кедергі жасамайды. Ең бастысы, сіз сол түрменің ішкі жүйесіне көніп, ең бастысы сол ішкі тәртіпке көну арқылы өз жағдайларыңыз жасауыңызға да мүмкіндік бар да.
тамақ уақытында ең басты тамақ уақытына бару керек, санақта санаққа барасыз, қалған уақыттың бәрі өзіңіздің еркіңізде деген сөз. Ең бастысы соған қарсы келмесек болғаны. Сол сияқты ғой. Мен кейбір бойдақ жолдас балаларға айтам, жігіттерге. Сендер қалай үйленбейсіңдер осы деймін да. Кейбір мен түрмедегі кейбір азаматтарды білемін, сол жақта отырып өзінің үйленіп балалы шағалы болып жатқанда деп естіп жатамыз. Солар қарап кішкене неге үлге алмайсыңдар деп әзілдеп жатам. Сол айтпақшы, енді менің айтпағым жаңағы, ол жақта да өзіңді дұрыс жағынан тәрбиелесең, өзіңді дұрыс бағытқа сала білсең, ол жақта да дұрыс өмір сүріп, былай айтқан кезде дұрыс адам болып шығуға болады ғой демек, Әрине болады, ол адамның өзіне байланысты ғой. Барлық нәрсе адам өзіне байланысты. Айтады ғой, адам өзін мен жындымын десең, адам ол бір күн жынды болады. Егер адам өз-өзін мен осы жерден дұрыс адам болып шығам деген адам мақсат қойса, қандай жерге адам өз-өзін салса да, ол адам болып шығуына мүмкіндік көп. Ол адамның өзіне байланысты да, санасына байланысты. Айтады ғой, қазір Құдай сақтасын, жындыханаға түсіп, мен жынды болам деп адам түспейді ғой. Жындыханадан мен жынды емес, қайта керісінше есі дұрыс адам болып шығуыма Алла күш қуат бер деп шығу керек та. Себебі өмірде қандай ситуация болатынын біз білмейміз. Ешкім білмейді. Жаңа тағы бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, ол жаққа түскен кейбір азаматтар өзінің болмысынан айырылып қалып жататын жағдайлар болады деп. Менің білуімше, кейбір әйел азаматтар ер секілді, ер азамат секілді болып кетеді. Ал кейбіреулер, енді білмеймін, ол жақта болмағаннан біз ішкі кухняны білмегеннен қандай тағдырлар болып жатқан, бірақ енді біз қоғамдағы әңгіменің шет жағасы, кейбіреулер сондай өзгеріп кетеді деп айтып жатады. Сондай сіздерде болды ма? Ондай жағдайлар көп болды, себебі жаңағыдай ер адамның жоқтығынан кейбір әйел адамдар ер адам сияқты секілді киініп, ер ретінде өзін көрсетіп, шашын ер құсап қысқартып, жаңағыдай жас қыздарды, енді кіріп жатқан қыздарды өзіне баулып деген сияқты ғой, сондай жағдайлар өте көп болды. Бірақ көбінесе менің әйтеуір сол жақтағы ұстаным оларға керісінше дұрыс бағыт беріп, кейбіреулерін дұрысын бетінен қайтарған уақыттар болды. Сізде де сондай бір болмысыңыздан айыруға тырысқан азаматшылар болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Себебі бір сөзбен олардың духтары жете қойған жоқ маған келуге. Себебі менің тек қана айтатын уағыз, Құдай деп жүрген адамға ондай кеп біреу бір нәрсе деп айтатындай, оларда енді дух бола қойған жоқ. Духовисти болдым деңізші. Дух жеткілікті болды, шүкір, ол да бір Алланың қалауы шығар, себебі Алла беріп қойды да ол нәрсені. Және қоғамда бір айтылатын пікір, ол жақтағы азаматтардың өзі де біреуі дін ұстанатындар, мына жақта дін ұстанбайтындар деп бөлінеді. Мыс, енді мен білмеймін нақтан, сол жөнде айтып өтсеңіз, шынымен де ол жақтағылар шынымен дінге қатысты бөлінушіліктер бар ма ол жерде? Мысалы, мен бір естігенім, дінге қатысты дін ұстанатын азаматтарға ол жерде өзінің ережелерімен жүруге, оларға көбірек ешкім тиіспейді деген бір, енді білмеймін, қаншалықты рас әңгіме? Жоқ, жақта енді дін ұстанатын дегенде, мысалы, намазхандарға көбінесе сол жақтағы милиция ағаларымыз жақсы көзбен қарайды. Себебі білесің, ол адам дұрысына түзеліп келе жатыр. Құдайға шүкір, ол біреуді алдап жатқан жоқ. Бірақ ол бір қой терісін жамылған қасқыр секілді болатын азаматтар болмайды. Бірақ көп болды, ондай жағдайлар, ситуациялар көп болды. Дінді жамылып, Құдай деп, бірақ жаңағыдай режимнан сәл қашып, жеңілдіктері болады ғой деген сияқты қылып, жаңағыдай өтірік ораза ұстап жүргендер де болды. Показуха. Показухалар болды. Кейін уақыт келе оның барлығы, бірақ Алланың құдіреті шексіз ғой, бәрін көрсетіп қояды да. Адам шынайы тәуекел етіп, шынайы Алла жолында жүрген адам ол жақтан сондай абыроймен шығады. Ал өтірік жасап жүрген адамдардың барлығы бет ашылады, ол маскасы бір күн шешіледі. Ол қоғамда да сондай ғой. Бүгін керемет болып уағыз айтып отырған адам ертеңгі күні бір ұятқа қалып, бірақ нәрсе жасып қалуы мүмкін. Шөлмектің қақпағы мың күнде емес, бір күнде сынады деп, бір күнде белгі болады. Ол жақта да сондай система. Бірақ бағанағыдай екіге бөлінеді деген нәрсе, жалпы жаңағыдай сожитель деп жатады, ол сожительдер өздері таза болмағаннан кейін олар көбінесе намазхан адамдармен көп отыра бермейді. Олар да өзінің дәрежесін білгендіктен оларға да шүкір. Намаз оқитын адамдарға бірақ жаңағыдай құрметпен қарайтын.
ну енді олар мойындайды, біздің нәпсіміз деп айтады. Я, біз осындай халге түсіп қалдық, бірақ кейін бостандыққа шыққанда біз түзелеміз ғой деп айтатындар болатын да. Бірақ мен күлетін, ол бостандыққа шыққанда ең жаман нәрсе артыңнан еретін сөз деп айтатын. Қазір бәрі сенің уақытша мүмкін нәпсіңе берілген уақытың шығар деп айтам. Бірақ ең жаман өмірде ертең артынан ілінетін сөз деп айтам. Сен сонда отырған уақытта сонда едің ғой деген нәрсе ертеңгі күні балаң естісе, ол қандай болар еді деген сұрақ қойған кезде адамдар ойланатын. 40-50-ге келіп бас айналып қалған әйелдер, қазақтың әйелдері болды. Мысалы, тәте, не болды? Шашың ағарғанда бір нәпсі, бір шайтанның құлы болдың ба деп түсіндірген уақытта олар кейін барып түсініп, беті қайтып атқандар да болды арасында. Бірақ Аллаға шүкір, біраз сондай тәтелердің бетін қайтардық. Көбінесе енді орыс халқы болды, орыстар көбінесе болды. Сондайға көп. Бірақ қазақтар санаулақ болды. Ол қазақтарды бірден біз қазақ төтелеріміз бірден бетін қайтаруға жаңағыдай көмектесіп, сөйтіп бір-бірімізге қолдау беріп, жаңағыдай қайтарайық ана қызды, сіз айтыңыз, мен айтайын, апа айтсын деген сияқты қылып, әйтеуір ортаға алатынбыз. Шүкір, әйтеуір кейбір уақыттарда болды, тыңдамай жатқан уақыттарда бір-екі салып қалатын әдетім болатын. Ондай болды, ол рас. Оны мойындау керек. Себебі мен ашуланған кезде оң-солды қарамай есін жинатқызу үшін бір-екі салатынмын. Оғым бар енді. Авторитет болғансыз ба? Енді авторитет демек қойық. Жүрдік енді, нормально болды. Түсінікті. Енді бізде қоғамда тағы мынандай бір түрме туралы әңгімелер бар. Ол жаққа барсаң, сен бір сөзді ғана болуың керек. Әрбір сөзіңе ол жақта жауап бересің. Бір сөзді дұрыс айтпасаң, немесе бір уәдені беріп орындамасаң, ол жақта жағдайың қиын болады деген, енді білмеймін ғой қаншалықты рас. Осыған сіз не дейсіз? Түрме деген нәрсе мынандай ғой. Мысалы, біздің туысқандарымыз келеді. Біз жалпы туысқандарымыздың жалпы шынайы бейнесін біз білмейміз. Себебі біз онымен 24 сағат отырған жоқпыз. Қиындық жағдайда немесе қуаныш жағдайда ол өзін қалай ұстайтынын біз білмейміз. Ал түрменің ішінде сен 24 сағат ана адамды изучать етесің ғой. Күнде істеп жатқан тірлігін қарайсың. Анау қалай сөйледі, ертең ол қалай сөйлейді. Ол жақта барлығы мынандай көбік сияқты шыға береді ғой. Өтірік алдасаң, ертең күн өтірігің шығады. Бір қиқылжың жағдай болды ма, сен ертең күні оның барлығы бетіне бүйтіп шығып кетеді да. Сол уақытта сен келесің, ей, Беркел, кеше сен бүйтіп айтқан едің ғой, бүгін неге бүйтіп айттың деп сұрақ қою арқылы адамды уже түзеуге уақытта мүмкіндік көп. Себебі жаңа күнде көз алдыңда жүргендіктен, барлық сөзінде, жүріс-тұрысының қасиетін барлығын білгендіктен айтылатын сөз болып тұр ғой. Мынау нәрсе бар ғой, Алла тағалам дейді да, әрбір жан. Көбінесе ең алғаш түскен уақытта көбінесе адамдар қандай өтірік айтады? Не үшін өтірік айтады? Көбінесе ол жаққа түскен уақытта көбісі өзін бай қылып көрсеткісі келеді. Не үшін? Себебі анандай нәрсе ғой, оның артынан сұрау бар екен, оның артынан ертең сәлемдемелер келеді, передача деп жатады ғой. Ол адамға бәрі үйді да жаңағыдай. Себебі ол жақта көп адам аш қой. Мұқтаж. Біреу кәмпит жегісі келеді, біреу жаңағы үйдің тамағын жегісі келеді. И сол адамға бәрі жүгіреді. Көбісі сол өз-өзін бай қылып көрсетіп, өзіне жоқ байлықты жаңағыдай айтып алып, өз армандайды. Мен көбінесе ойлаймын, жаңағыдай өзінде болмаған байлықты сол жерге кіріп айтады-ау деп. Ол уақыт келе, ол 1-2 айдан кейін ол айтады, ойбай, бұлай келе алмады, келесі ай келетін болды, немесе бір жағдайлар болды деп сөйтіп алдап жүре береді, и 1 жыл өтеді. Ол адамның артынан бірақ бірде адам келмеген болуы мүмкін да. И күндерінде ол өтірікші болып қалады. Мысалы, бір жағдайлар болды, бір қыз ұрлайтын қыз болды. Оны енді крыса деп жатады ол жақта. Бірден сразу шашын алып тастау керек деген сияқты, себебі ол жақта наказание өте жаңағыдай жазалау тәртібі өте басқаша, ішкі тәртіп. Өзіңіз біреуді жазалап көрдіңіз ба? Болды, бірақ бізде қыздар себебі бір қыз ұрлады, біз оны енді шашын алуға да бардық, бірақ біз енді қорқыту мәселесінде, енді біз соншалықты тас жүрек адам емеспіз ғой, бірақ сол қызға түсіндіріп, бірақ жан-жақтан қорқыту мәселесі ғана болды. Себебі оны уже милициялар да білді, оның сондай екен. Ол милициялар бұл араға кіре алмайды. Себебі ол милициялар оны жазалау үшін
біз оған жазу керекпіз деген сияқты сондай ішкі системалар бар да. Милициялар Себеп кейбір болу керек. жағдайларда өздері күші жетпегенде өздерің разбирайтесь дейді да, мысалы өздерің барып неғылыңдар, біз көрмегендей болайық дейді. Бірақ самый главный шектен шығып кетпеңдер дейді болды. Сондай уақыттар болды. Да, біз оны барып алып, біз алып алып, сен оны анау дәрежесін түсіру мәселесінде ғана емес, біз оған сабақ болсыншы деген мәселеде ғана біз ол қызды жан-жаққа алып, жаңағыдай қорқытып, қайшын алып давай. Енді біздің көрермендерге бір сабақ ғибрат болу үшін наказанияның жалпы қандай түрлері? Мен енді жалпы ондай бар екенін білемін, енді ол жақтағы заңдары бар, өздерінің бір ереже тәртіптері бар. Бұл түрмелердің еще жалпы түрмелердің мына әр өңірдің өз түрмесінің бір заңдары бар деп естиміз. Осы сіз отырған түрмеде өзі жалпы қандай жаңағыдай? Бұл енді Жауғашты бірінші Шымкентте болған уақытта, во-первых, Шымкентте ол иманды адамдар көп. Себебі Шымкент бәрібір имандылыққа бет бұрған. Даже милициялардың өздері иманды, олар жаңа намаз оқығанға ешқандай нәрсе айтпайды. Керісінше олар болысып, біз үшін дұға етіп қойыңдар дейтін милициялар болды. Жауғаштыға келдік, Жауғаштыда да особо ондай бір нені көрген жоқпыз, мынандай кекілжің, намаз оқыма, не деген сияқты ондай бір периодтарда болған жоқ. Бір арасында бір системада бір қиыншылықтар болған уақытта, бір тексеріс болған уақытта, жоғарыдан бір приказ келген уақытта ғана бір қиындық көрдік. Жаңағыдай намаз кітаптарымызды намаз алып қойып, көз алдымызда жандырғаны болды. Себебі ол уақытта бір кісі бастық болып келеді да, шаш ал десе бас алып кетеді ғой. Сол кісі сондай бір артық кеткен кезі болды. Себебі қанша адамның намаз көйлегі, кітаптары, Құран кітаптары да жандырылып кеткен уақыттар болды. Шмон деп жатады ғой, шмонды барлығын жинайды да, жаңа өртке тастайды. Сол уақытта бір қатты бір күйзеліс болды ішімізде, неге деген сияқты болды. Бірақ ол да бір Алланың қалауы шығар дедік. Бірақ ол уақыт келе ол кісі көп отырған жоқ. Орнынан кетті, оның орнына басқа адам келді, иманды адам келді, әйтеуір шүкір. Ал мынау Қарағанды облысында Көксін деген бар, ол жақта жалпы Питерда деп жатады. Қыздар барып келген қыздар даже ораза ұстатқызбайды дейді. Себебі ол жақта бәрібір солтүстікте адамдар басқаша орыстанып кеткен деген сияқты ғой. Имани неден ешқандай имандылық жоқ деген сияқты, ол жақта сәл қатаң түрде жасап жатады, даже намаз оқытпайды екен, ишаратпен де оқытмайды мысалы, оразасында ұстатқызбайды деген сияқты. Діннен басқа жаңағыдай жазалаудың қандай түрлері болды? Біз енді естиміз жалпы, бірақ ол жақта болмаған деген ол енді ішкі тәртіп бұзсаңыз, бір карцер деген нәрсе бар, жеке өзін қалдырып қояды адам өз-өзімен болу үшін. Немесе жаңа СИЗОда да болып жатады, бір ғана кішкене кабинетке кіргізіп қойды. Енді білмеймін әйел адамды қалай жазалайтын, бірақ ер адамдарды көбінесе сондайға жазалап жатты. Біз көргеніміз хлор сеуіп қояды. Сол хлормен сен мұздай цементтің үстінде жатасың. Біраз тәтелерімізде сондай қорлық көрген болды. Подвалда жаңағыдай жалаңаштандырып жатқызып қойған, үстіне су сеуіп тастайтын кездер болды. Пыткалар деп жатады ғой өз басы. Мен де ондай пыткаларды көрдік, оның барлығын өттік. Жоқ, бұл түрменің қызметкерлерінің жазасы бұл, мен білуімше, Жоқ, мынау жалпы түрмеде ондай қатты жаза жоқ. Ол себебі түрмедегі нәрсе, ол тек қана уже адам бас бостандығынан айырылды. Бас бостандығынан айырылғаннан кейін олар тек қана жаза мерзімін өтеп жатқандықтан, бұл жақтағы милициялар тек қана бізді қорғаштайды, қорғап жаңағыдай өзінің жұмысын атқарады тек қана. Бұл жерде бізге жаза үстіне жаза беру емес оларға. Егер де адам ішкі тәртіпті бұзған уақытта ғана олар шара қолданады. Егер біреуді біреу барып ұрып кетсе, біреуді біреу барып неғылса, немесе ішкі тәртіпке көнбей жатса, сонда ғана олар жаза мерзім жасап жату мүмкін. Ол енді ішкі тәртіп жатады. Ол ішкі тәртіпке сен қарсы шыға алмайсың. Тәртіпке бағынасың деген нәрсе ғой. Жоқ, мен бұл жерде сұрағым келгені, бұл түрменің жалпы режимнің жазалары емес. Сіздердің өз араларыңыздағы жазалардың түрлері қызық болып тұрмаған. Жазалардың мысалы жаңа айтып тұрсыз ғой. Бір периодтар болды, біз Шымкентке келген уақытта курд деп жатады ғой, курд халқы болды. Ол курд халқы өте сондай бір анандай өте ұйымшыл, достықтары керемет, бәрі бірге жүрсе, ағайын туысқан, сондай қылып бір-бірімен араласады, бірге де түсіп жатады. Бір-бірін жақын тартады. Бірге жақын тартады. Мысалы, сол периодта болды, оларға жаңағыдай зеленый цвет дейді ғой, бәрі жаңағыдай қазақтарды келетті, талпамен ұрып тастайтын период болды.
Біз келеміз, біз кірген уақытта бізді де жаңағыдай ортаға алғысы келді, сондай периодтар болды. Сол уақытта жаңағыдай біз өзіміздің қазағымыз үшін көкірегімізді оятып, не үшін қай уақытқа шейін біздің қазақтар таяқ жей береді деп бас көтерген уақытта біз өзіміз керісінше сол милиция ағаларымыздан таяқ жеп қалған кездер болды. Себебі курдтарды жаңағыдай бір сөзбен айтқанда крышевать еткен да. Біз оны білген жоқпыз, ол ішкі системасын. Мен енді келген адаммын, алып алып қазақ деп жаңағыдай көкірегім соғып, ақырында өзім таяқ жеп қалғаным бар енді. Ол ағама да ризамын, әйтеуір мен ұрып тастады ғой енді. Алла разы болсын, ол көкеме де. Мүмкін маған бір сабақ берген шығар. Нұрхан деген кісі болатын. Соңында оған заявление жазамыз деп, арыз жазамыз деп шықтық, кейін соңында ол көріп тұрсың, ол системаға сен қайта шыға алмайсың, күшің жетпейді. Ол сенің бір жерде көке жәкең болмаса, сен еш нәрсе қолыңнан келмейтінін түсінесің. Таяғын жедік та отырдық, басқа не істейміз? Көндік, бір сөзбен айтқанда. Түсінікті, жақсы, рахмет. Енді қазақта бір мынандай бір ұғым бар, сатқындық деген ұғым бар. Өте бір жаман қасиет негізі түсінген адамға. Осы сатқындық деген ұғым түрмеде жалпы қаншалықты көп болады және болды сіздің оқиғаңызда? Қандай сатқындықтарды көрдіңіз жалпы? Сатқындық деген ол күнде көріп атасың ғой сатқындықты. Ең бір жаныңызға батқан сатқындық қандай болды сізде? Сатқындық мысалы ең жаман нәрсе, мысалы жаңағыдай кейбір жағдайларда болады. Мысалы бір адамның соттан өту процесі болуы мүмкін. Соттан өту керек ол. Бірақ оған нарушение іліп беру керек сияқты ғой. Нарушение жасау керек. Оны енді ішкі системасын енді айтсам бір қызық болуы мүмкін. Ол адамға жаза беру үшін алдын ала келіседі милициямен жаңағыдай сатқындар арасында. Сатқын барып ол адамға сотовый телефон, ұялы телефон беруі мүмкін. Ұялы телефон ол ішкі жүйенің ережесіне қарама қайшы. Ол егер соткамен ұсталса, анау адамға жаза берілуі мүмкін. Сондай жағдайлар болады. Сондай уақытта адам бір-бірін сатады. Демек, сіздің қасыңыздағы адам жаңағы қызметкерлермен байланысып, ұялы телефонды соған беріп, бірақ ол менікі емес, мына қыздікі деп жала жабуы мүмкін, не? Мүмкін. Ондай жағдайлар көп болды. Сіздің жағдайыңызда қандай жағдай болды? Сізге бір сатқындық жасаған кісілер болды ма? Енді мен мынандай сатқындық жасады деп айта алмаймын, себебі білмеймін, мен өзіме, по-моему, ондай нені не позволяла деймін, не дейді солай, ешкім маған өйтіп жасай алған жоқ. Болмашы нәрсе. Сіздің әңгімелеріңізден қарап жатсам, сізге көп адамның тісі бата бермеген секілді ғой. Жоқ, бата берген жоқ. Өйткені сіздің тарихыңызды оқығанымда, сіз түрмеге түспес бұрын атқа қызығатынсыз, жалпы рухани тұрғыдан, физикалық тұрғыдан жалпы мықты бір рухты. Жігерім мықты болған шығар мүмкін. Осы атқа шабатын да өнеріңіз бар екен, жалпы. Иә. Сол нәрсе көп пайдасын тигізген секілді ма деп ойлап отырмын. Мүмкін, себебі бәрібір атқа жалпы ат деген бұл біздің ұлттық өнеріміз ғой, ұлттық кәдімгі спортқа жататын спорт түрі. Бұл адамға бұл атта шабу екінің қолынан бір келмейді. Мысалы, кез келген қазір қаладағы бір нәзік жандыға жүр атқа мінесің бе десе, екінің бірі кеттік дей алмайды. Сіз бұл жөнде аттың былайша айтқан кезде мен құлағында ойнайды деген сөздерді естіген болатын. Яғни бұл жерден шығар сабақ, бұл қазақтың болмысындағы, бұл тарихындағы, жалпы дәстүріндегі аттың жалпы адамға берер пайдасының бір көрінісі болып тұр ғой, осыған сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін, себебі атқа шабу ол жігерліктің бір белгісі деп ойлаймын. Әрбір адам, әрбір қазақ атқа шауып үйренсе, ол жігерлігін мықтайды деп ойлаймын. Себебі аттың үстінде отыру, ол еркіндікті сезіну ғой. Расында ол аттың үстінде ойнау, аттың үстінде өз-өзін еркін ұстап, жаңағыдай аттың басын қайтарудың өзі, ол өз-өзің нәпсіңді тыюмен бірдей. Себебі мен өзім ойлаймын, мен бірден түрмеге кірген уақытта мен бірден анализ жасадым ғой. Себебі 24 сағат бойы сен өзіңе уақыт бердің. Енді ойлан, қай жерде мен кемшілік кеттім, қай жерде мен дұрыс жасаған жоқпын деп уақыт бересің да, сол уақытта өзім нәпсілерімнің барлығын бейіп тіздім. Қандай қасиеттерім жаман, қандай не бар деген сияқты, бәрін бірден қойдым да, тізгіндедім да, жаңағыдай аттың басын қайтарғандай өзім нәпсіме. Өзіңіз жалпы атқа
қай жастан бастап отырғансыз? Атқа 18 жас па, сондай 16 ма 17 жаста бір бастаған болатым. Мен сол аттың құлағында ойнап, жаңа каскадер болам деген ниет болған, бірақ ата-анам оған қарсы болды. Ойбай, оған ертең күні құлап қалсаң инвалид болып қаласың деп, алдын ала біздің ата-аналар енді қорға бастайды ғой. Кино саласында жүргім келетін әрқашанда, бірақ ол да болған жоқ. Бірақ одан бұрын мен кішкентай кезімде әрқашанда мен дін жолында қызмет атқарсам екен деген арманым болатын. Өкінішке орай ата-анам оған да қарсы болды, себебі дұрыс емес бағыттар ол заманда көп болатын. Ойбай, там дұрыс емес діни ағымға кіріп кетесің, себебі мен де сол уақытта білесіз ғой, адам ең басында дінге кіргенде фанатизм болып кетеді ғой. Фанатик болып кетемін ғой, мама анау болмайды екен, папа анау болмайды екен деймін. Аналар діннен хабар болса да бірден кеп мынандай кішкентай қыз мама папасына ақыл айтқанда қандай адам қой деп уже ашуын басады ғой. Сол уақытта бір периодтарда ата-анам рұқсат бермей, кейін өскеннен кейін дінге келесін деген уақыт болды да, кейін бірақ басқа жолға кет қалдық десек те болады, уже діннен алыстап кеттік десек болады. Діннің тізгінін сол уақытта ұстап қалу керек пе еді, кейде ойлаймын. Түсінікті ханым, енді анау орысша бір қазір тренд бар ғой, до и после деген, қазақша дейін, кейін деген сөз бар ғой. Енді дейін, осы уақытқа дейінгі сәтіңізді, бұрынғы өткен өміріңізді біраз қазбаладық, енді сұхбаттастық. Енді кейінгі өміріңізге ойыссақ, кейінгі өміріңіз жұмыс жасайсыз, және осы жұмыс барысында өткен өміріңізден алған сабақтар сізге қаншалықты пайдасын тигізіп жатыр? Мен біріншіден бұл менің өткен өмірім дәл қазіргі сәтте, дәл қазіргі жұмысыма өте пайдасы зор. Себебі біздің жұмыс саласында өте көп адамдармен араласамыз. Өте адамдармен араласқан уақытта әрбір адамға подход табу керексің. Әрбір адамның бойында әртүрлі ерекшеліктер бар. Әр адамның психологиясы әртүрлі да. И сен келген уақытта бірден ананы айтып, бірден мынаны айта алмайсың. Сен уже түсінесің. Түрмеде бір апам бар еді, соған ұқсайды екен дейсің да. Ол апаға мен қандай бұрында қалай сөйлейтін едім деген сияқты сол тактиканы аласың да, ана тәтеге қолданасың. Себебі сен көріп тұрсың сол тәтенің, апамның ана тәтенің бойындағы қасиеттерді көргеннен кейін уже білесің. Себебі сен қанша адамдармен араласып қойып тұрсың ғой. Бір сөзбен айтқанда 9 жылда бір 2000-нан аса адамды танып, 2000 адамнан аса адаммен бетпе-бет кездесіп, бетпе-бет сұхбат жүргізіп, сөйткенім болды десем болады. Себебі 9 жылда кім келмей кетіп жатыр, келіп жатыр, кетіп жатыр. Көбінесе барлығы бірінші уақытта түрмеге келген кезде бірінші маған келетін. Себебі бірден адам сынып қалмас үшін бір тәтелер мен совет беретін, жаңағы бар. Сіз бір түрменің бір психологы болған секілдісіз ба? Бір сөзбен айтқанда өмірлік тәжірибе, мен сол психологияны да, сол өмірлік тәжірибені сол түрмеден алдым десем де болады. Жалпы психологияны оқу ойыңызда жоқ па сізден? Болашақта оқимын деп жүрмін. Енді қазір енді бәр жерде диплом сұрап жатады. Енді мен дипломы жоқ психолог деп айтсам болады. Жалпы адамға қалай подход жасау керек, адамды қалай сынып қалған жерінен қалай тұрғызу керек екен деген сияқты. Ол өмірлік тәжірибеде болғаннан кейін қазір соны қолданып келеміз, Аллаға шүкір. Ол жұмысымда қайта керісінше маған көп пайдасын беріп жатыр. Түсінікті. Енді осы түрмеден шыққаннан кейін сіз өміріңізді қалай қолға алдыңыз? Не істеймін? Енді көбісі түрмеден шыққаннан кейін көбісінің ойында мынандай болады ғой, мен қазір еш жерге жұмыс қалмайды, еш қоғамға сыя алмаймын, бір жерге барсам жаңағы тарихымды көрсе, жаңағы оқыса бәрі шошып қарайды деген ойлар мазалайды ғой бәрібірде. Сіз қалай қадам бастыңыз жалпы шыққаннан кейін? Жалпы әрине ол ең бірінші, әрбір түрмеде отырған адамның бірінші уайымы, ертең қоғамға шыққанда мен не істеймін? Мен қоғамға қандай пайда келтірем, мен қоғамға қалай қараймын деген сияқты ғой. Шығасың, әрине, шықтым, мен айтып жатқаным сол ғой. Ең басты маған ата-анамның қолдауы. Қазіргі дәрежеге жеткізгенімде ата-анамның қолдауы, ата-анамның батасы, дұғасы десем болады. Шыққан уақытта, бірінші уақытта қорқыныш болады. Себебі білем, қоғам сотталған адамдарға дұрыс көзбен қарамайды. Себебі барлық адамның көзқарасы сотталған адамдар адам болмайды дейді да. Ол біздің қателігіміз деп ойлаймын. Себебі өз басым, мен кезінде колледж оқып жүрген уақытта бізде бір бала істі болып қалды.
істі болғанда болмашы балдармен хулиганство дейді ғой. Сондай жағдай болған кезде қыздар барамыз дегенде мен түрмеге жоламағам. Ой қойшы дедім да, ақшасын бердім да, мен бармайым, Құдай сақтасын түрмеден дегем. Пәленбай жолдан кейін өзім басыма келді да, мен түрмеге кіріп, ары қарай ішіне кіріп, ішкі системасына кіріп кеткен кезде түсіндім да. Сол кезде бара салуым керек етпеді деп ойландыңыз. ойландыңыз. Мүмкін сол уақытта бара салғанда, мүмкін мен сабақ алармын. мүмкін сол түрмеден не екен көрер медім деген сияқты болып қалды. Кейбір жағдайларда болады ғой, кейбір ата-аналар бағанағыдай бір істі болып қалған уақытта бір 15 күн жата тұрсын дегеннің орнына 15 күн жатпақ қойсын сол түрмеде деп шығарып алатын ата-аналар бар. Керісінше деп ойлаймын. Егер балаңыз сәл шектен асып жатыр ма, 15 күн жата тұрсын. 15 күн оған уақыт беру керек. 20 күн болсын, 20 күн. Болмаса, керісінше егер қолыңыздан келіп жатса, бағанағыдай милициялармен сөйлесіп, жаңағыдай құзыретті органдармен сөйлесіп, керісінше оған сабақ болу үшін бір 15-20 күнге сол изоляторға апарып тұрса, мүмкін ол адамға қайырлы болуы да мүмкін. Себебі ол түрме ойлана білген адамға, бағана айттық қой, өмір академиясы. Ойланатын. Кейбір адамдар сөзбен түсінбейді ғой ақылды. Сондай бір әрекетпен ғана сабақ болып жатады. Сондықтан да мен қазір айтам, әр ата-анаға болып жатыр ма, дұрысынан қабылдаңыз. Ол сіз бағанағы адвокат, ана жаққа, мына жаққа ақша шашқаннан гөрі бәрін салып қойыңыз, Алла тағалам өзі реттейді. Егер қайырлы болса, балаңыз шығуы мүмкін. Қайырсыз болса, осында болуы мүмкін деген сияқты ғой. Ол бәр Алланың қалауымен нәрсе да. Ол біз қанша ақшаны жинап, анаған шашылып, мынаған шашылғаннан гөрі просто ана өмірдің ағымына беріп қою керек. Сол жердегі процеске беріп қою керек. Өмір өзі тәрбиелеп алады. Реттеп қояды, Рахмет. Енді ханым, уақытымызда біраз жерге таяп қалды. Енді бір соңғы сұрақтарымның бірі болсын. Сіз енді қазір дін саласында, жалпы дінге байқағаным бұрындары қызығып, жалпы сіз жалпы осы орамалдыға қашан келдіңіз? Жалпы орамалды қашан тақтыңыз? Және қазір дін саласында істеп жатсыз, осы дін саласына қалай келдіңіз? Мысалы, Нұр Мүбаракқа түскен кезде осы мәселелер кедергі болмады ма? Нұр Мүбаракқа түскен уақытта әрине бірінші шыққан уақыт. Бұл жерде Нұр Мүбарактың ерекшелігі қандай? Көп оқуларға барсайын сотталған адамды екінің бір университет, колледж болсын алмайды ғой, мысалы. Ол бірінші қандай жерге барсақ та сотталған туралы қағаз сұрайды. Нұр Мүбаракқа барған уақытта мен бірақ бірден айттым, мен соттымын, 9 жыл отырып келгенім бар, мен оқығым келеді. Бірден әрине адамға бірден сен сотталғанды айтқан кезде олардың көздері шок болып кетеді ғой, қалай көздері банкі болды ма? Өзің бір кіп-кішкентай қызсың, ана жерде тұрып алып әңгіме айтып тұрсың ғой. Сөйткен кезде бүйтіп қарап тұрды. О кезде сіз орамалда ма едіңіз? Орамалда тұғым, бірақ орамалды былай артынан тағаттым. Былай полный жаппайтын. Сонда бүйтіп қарап тұрды да, қазір тұра тұрыңыз деп жаңағыдай бір кісі ағаларға апарды, сол ұстаздарға алып барды. Юрист бар екен как раз жанында. Мен жағдайды айтып едім, жоқ, кешіріңіз, сіздің статьяңыз не позволяет, извините деген сияқты ғып, мен әдемі түрде, көркем түрде шығарып салып жатыр, риза болсын оларға. Мен бір кезде тұрамда жылайым ғой. Жылаған кезде сөздер жүректен шығады ғой. Мен Құдай танып келіп тұрған адаммын деймін да. Сіздерге міне Құдай танушы адамдар ғой. Ұстаздарға айтып отырсыз ғой. Ұстаздарға айтып тұрмын ғой. Мен сіздердің үйлеріңізге Құдайдың үйіне келіп тұрмын ғой. Неге сіздер мені қабылдамай тұрсыздар деймін ғой. Менің өткен өмірім кедергі ма деймін да. Мен қайта керісінше адам болуға келіп тұрмын ғой деп кәдімгідей. Біраз сөздер айтам, білмеймін, есімде емес енді детально, бірақ. Мысалы, сондай бір қиналған адамдар басқа дін өкілдері көрсе бірден керісінше өздеріне бірден керісінше жан деп жаңағыдай мейіріммен тартып кетуі мүмкін ғой. Бізде керісінше бүйтіп қарап тұрды. Жарайды енді деді да, номерімді алып қалды. Сонда юрист кейін бір жағдайлар болып жатса звондаймыз дейді. Сонда мен шығамда кәдімгідей Нұр Мүбаракқа былай бетімді қарадым да. Енді анан қимай кетіп баратырмын ғой, арманым сол жерге түсу. Хотя ол армандағанда мен сотталғаннан кейін сол жаққа түсем деген ойда болған жоқ. Анамның себебімен, анамның айтуы бойынша мен барып тұрмын ғой. Жылап келе жатып ағама звондап ұрсам ғой, кәні қоғамдарыңыз. Ол органда, құзырет органда жұмыс жасаған кісі, қане дін адамдары, мейірімді. Дін адамдарыңыз қайда деп бағанағыдай ұрсам, мен сонда қоғамға келіп тұрмын, қоғам мені қабылдамаса, мен егер біз сотталған адамдар сонда адам емес па дедім. Неге мүмкіндік бермейсіздер сіздер бізге дедім. Біз қалай қоғамға қосыламыз, соны айтыңызшы дедім. Егер әрбір адам біздің бетімізді қағатын болса, әрбір адам біздің көкірегімізден итеретін болса деп тұрып алып, оған да кәдімгідей ішкі мұңымның бәрін айтып тастап едім бір кезде ұрысты ол.
мен басты Айгерім, сен мраморный едің ғой, типа каменный, енді Сынбайтын не едің болды ғой. сынбайтын, сынып атсың ба бір сөз үшін, алда әлі сені талай сынақ күтіп тұр Түрмеде деді ғой. сынбай, сыртқа шығып Иә, сынып иә, атсың ба сыртқа деп бір пе? адамның сөзі үшін сынып тұрсың ба дегендей қылып келтірді. Содан кейін қой дедім да, біраз сөйлеп ашуымды айтып болғаннан кейін сол остановкаға жетпей тұрған уақытта юрист қайта звондады. Юрист звондап жаңағыдай айтады, сіз қайта құжатыңызды тапсыра беріңіз, 2 күнде үлгересіз ба дейді. Ойбай деп қуанып кетем. Сонымен сол уақытта периодта жаңағыдай участковыйға барам. Ол уақытта білесіз ғой, не игов жаңа бірден шығарып алатын не жоқ, бару керексің, психдиспансерға барып жаңағыдай очередьте тұру керексің. Мен барып участковыйға айттым, беріңізші, пожалуйста, жиналған құжаттың бәрін, мен оқуға түсейін деп жатырмын. Азамат деген участковый болатын, Алла разы болсын, сол кісіге деп ол да қуанып кетті. Мә деп ол да қолыма жүгіріп берді. Барлығын алдым да сол 2 күнде үлгердім. Аллаға шүкір, 4 жылын бітіріп, ортасында 2 жылдан кейін тұрмысқа да шықтым. Тұрмысқа шығып жүріп, ұлымды да босанып алдым. Шүкір, адам ниеті болса барлық нәрсеге үлгеруге болатын көзім жетті да. Ең бастысы ниетке байланысты. И қандай нәрсе болса да, анандай нәрсе қарау керек қой. Бұның барлығы қазір болып жатқан уақытша нәрсе. Ең бастысы осыдан дұрысынан өту, абыроймен өту деп ойлау керек болды. Сол мақсатты қойса, Алла тағала бәріне өзі реттеп береді. Иә, түсіндім ханым. Мен сізден түсінген нәрсем, түйген нәрсем, адамның басына қандай сынақ, қандай жағдай түссе де, оны адамның өзінің сана сезімі, ақыл ойы қалай қабылдауында, иә? Мысалы, адам ана жаққа барған уақытта, түрмеге барған уақытта, мен болдым мына жерде, құрыйын, мен бітті, болашағым жоқ, бұл жерде жаңағыдай болмысым өзгеріп кетеді деген сынық сенім болатын болса, ол сондай болып шығады демек. Ал бірден мен байқағаным, сіз ол жаққа барғанда бірден еңсеңізді түсірмей, еңсеңізді нықтап, тіктеп, осы жерде мен осындай болып шығам, осындай деп, рухыңыздың мықтылығының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырсыз ғой. Ханым, енді сіздің жолдасыңызға ойыссақ, енді біз білетін қоғамда сотталған қызды 2-ның бірі алмайды. Менің тарихымда жалпы алған ондай қызды алған ерлерді көрген емеспін. Сондықтан мен сіздің жолдасыңызға жалпы риза болып тұрмын, таңғалып тұрмын. Сіз жолдасыңызды қалай қаратып алдыңыз? Жалпы қалай сізді жолдасыңыз қабылдады? Қалай жалпы қосылдыңыздар жолдасыңыз екеуіңіз? Жолдасымды суф деп дуалап алдым деп қояйын да, қалжың әрине. Бұның барлығын айтатын болсақ, әрине бір адамдарға бір ертегі болуы мүмкін, бірақ барлығы Алланың қалауымен деген нәрсе. Жолдасым қазіргі заманның батыры десем болады, себебі ол танысқан уақытта ешқандай өткен өміріме сөз салған жоқ, сөйлеген жоқ. Сенің өткен өмірің маған қызық емес, қазіргі маған сәтің мен келешек болашақ сәтің қызық болды. Өткен өміріңді даже айтпақ қой деді. Біз білетін қоғамда жігіттер көбінесе қыздың тарихын зерттеген жақсы көреміз ғой. Ой, андай қыз екен, мындай қыз екен, ойбай, мынандай жүрісі бар екен, мынандай тұрысы бар екен деп өзіміз бір кереметтей, бірақ қыздың тарихын зерттеп үйленетін қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сіздің жігітіңіз ондай тарихыңызға мүлдем үңілмеген секілді ғой, Жоқ. Әлі күнге дейін сұрамай ма? Жоқ, әлі күнге шейін. Жалпы ол қазбалап, неге ондай, неге сондай деген нәрсені айтпайды. Себебі ол жүректен алып тастады да. Ол айтады, маған өткен өмірің, оның бір ғана маған сөз бергені, мен сенің өткен өміріңді бетіңе баспаймын. Өткен өмірің маған қызық емес деген 2 ауыз сөзі, сол мені жаңағыдай сенімді қылды да. Сол сөзінде тұрып келе жатыр ма жалпы? Шүкір, Аллаға шүкір, тұрады сөзінде тұрады деп ойлаймын. Енді 5 жылдан аса болды ғой, енді бірге келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Қандай жағдай болса да оны айтады деп ойламаймын. Себебі бізде уже бала-шаға бар. Аллаға шүкір, қазір адам қатарына қосылып, уже отбасы құрып отырмыз. Шүкір, оның барлығы өткеннен кейін қазіргі іс-әрекетіме қарап ол көріп отыр. Менің кім екенімді көрді. Болашақта ол бір қатты уайымдайтындай нәрсе емес деп ойлаймын ол үшін. Енді жолдасыңыз түсінікті, мықты, ондай сіздей азаматшаны қабылдау 2-ның бірінің қолынан келмейді. Енді одан сыртында ол кісінің ағайын туысы деген бар, сіздің енеңіз деген нәрсе бар. Бізде өзі жалпы қоғамда ене мен келін деген актуальный бір тақырып қой. Постоянно бір бастары бір қазанға сыймай жүретін тақырып.
Сізді енеңіз қалай қабылдады жалпы? Енем әрине, енем алдынан біз өттік, енем дұрысынан қабылдады. Ол да бір Алланың бір таңғажайып Сізде бәрі оңай секілді. Сізде бәрі оңай мен секілді. енді өмірге оңай қарадым ғой. Өмірге оңай қарадым, жеңіл былай барлық Алланың қалауымен деп жібергеннен кейін барлығын Алла тағалам өзі реттеп берді да. Яғни айтады ғой, Аллаға аманат ете біл. Аманат еткеннен кейін тыныш қана жайына қойып қой дейді да. Мен аманат етем әрқашанда. Мен всегда мысалы жолдасымен танысқан уақытта да мен айттым, Алла тағалама аманат, егер Алла қаласа, сенің анаң қабылдайды дедім. Егер Алла қабылдамаса, онда сенің анаңның қарсы шыққаны ол Алланың қалауы емес дедім. Аллаға шүкір сондай бір сәттер өтті. Барып, алдынан өтіп, енеме барлық жағдайларды өткіздім. Ситуацияның бәрін айтқан кезде енем дұрысынан қабылдап, өмір ғой, тағдыр ғой деді, көзін жұмды да қойды. Қабылдағанда да қандай эмоциямен қабылдады? Ол қабылдаған уақытта әрине чудо болды ғой. Көзі банкі болды ма? Мен кәдімгідей ана жерде қазір жолдасым дайындап қойған, бірақ сен егер анаң ұрсып жатса, мен артынан жүгірме, жаңағыдай индийский кино болмақ қойық мына жерде, осымен қоя салайық. Митхун болмады сенде? Иә, митхун болып артынан жүгіріп жүрме деп айтып қоям. Сөйтіп, бірақ дайын тұрдым. Егер қазір қандай ана болса да, мен приблизительно біліп отырмын. Сен мен баламның басын айналдырып алып, еще сен сотталып келгесін, 9 жыл отырып, анау да мынау деген әңгімені айтады деп отырмын ғой. Бірақ білем, что мен Аллаға аманат еттім. Алла тағалам шебер, Алла тағалам жүрегін бұрып қойса, оны жасап қояды дедім да отырмын. Сенім деген нәрсе мықты екен осы жерде. Бердім, жібердім, болды. И бір уақытта айтып отырмын. И бір кезде қайнапам, мам, 2 жас бақытты болса болды ғой деді. Бірақ сөз. Яғни жерде енем тұрды да, әрине деді, ең басты бақытты болыңдар деді. Ол өткен өмірің ғой деді да, и бірден батасын беріп жатты. Сонда мен таң қалған, мында жерде жылап жатсың ғой. Мынау не деген адам, айтады ғой, мынау не деген рухани бай адам. Шыны керек, біз қазір ана байлықты, материально байлықтың бәрін бай дейміз ғой. Жоқ. Адам мынандай рухани байлыққа жету, ол екінің бірінен келмейді. Адамды бар болмысымен қабылдаудың өзі ол ең үлкен байлық деп ойлаймын. Менің енем сондай бір алтын адам болып шықты. Аллаға шүкір. Қазақта айтады ғой, таспен атқанда аспен ат деп тұр ғой. Иә. Сондай бір керемет адам болып шықты. Мен ойлаймын, сол 9 жылдағы дұғам, 9 жылдағы уайым қайғымның бір сәтте сейіліп, бір сәтте жаңағыдай бәрінің Алланың қалауымен болып жатқанын түсінген кезде түсіндім да. Действительно Алла тағалам шебер екен ғой дедім. Жүрекке салушы Алла екен. Ал сіз ол уақытқа дейін күйеуге шықпай тұрып, қалай күйеуге шығам деп көп ойымдап бедіңіз жалпы? Болды, әрине, болды. Маған сөздер айтты. Ой, сен кім алады қоғамда? Біреудің екіншісі өзін үшін туып ала сал деген нәрсені шариғатқа қайсы нәрсе ғой, или екіншісін тоқалы бола сал деген сияқты сөздер болды. Болмаса анаған шыға сал, мынаған шыға сал деген сияқты. Ал ол жүрегін қаламаса, ол адамға көзді жұмып шыға салу болмайды ғой. Енді сотталып келдім деп өз-өзіңді жерге салып, мен әйтеуір көзім жұмып шыға салу да болмайды да. Себебі сен ол адаммен мәңгілік тұрасың. Ертеңгі күні о дүниеде де болатын адамыңда. Мен уже айттым, Алла маған береді, Алладан мен сұрап жатырмын, менің дұғам әрқашанда қабыл болған, қабыл болады деп сенемін дедім әрқашанда. Шүкір, Алла дұғамды қабыл етті. Сондай жақсы ер адамды берді, енемді жақсы қылып берді. Жалпы қайын жұрттың барлығы жақсы адамдар. Олардың ішінде білетіндері бар, білмейтіндері бар. Бірақ білетіндердің барлығы ешқалай былай бетіме айтып, сен сондай екесің ғой, сен мындай екесің ғой деп ешқайсысы айтқан жоқ. Шүкір. Ол да бір Алланың қалауы деп ойлаймын. Ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Егер сен өзіңді жаңағыдай біртүрлі болып сезініп, қуыстанып, жаңағыдай мен ертең біліп қоятын, жасырып біліп жүргенде маған ол қиындау болар ма еді. Ал мен бетімді ашып келдім ғой. Мен бетімді ашып, былайынан барлық ситуацияны түсіндіріп айтқаннан кейін мен еркін жүруіме мүмкіндік болды да. Қазір мысалы көп адамдар бір өткен өмірін жасырып қалады. Қыздар немесе ұлдар, немесе болмашы бір кредитін айтпай қояды. Менде кредит бар еді деп айтпайды да. Жасырған былай тұрсын, біз қоғамда кейбір азамат пен азаматшалар өзін бай қылып көрсетіп, тиіп алғысы келеді, керісінше біреулер сондай бір керемет, жоқ қасиеттерді бар қылып көрсетіп, тақуа емес болса тақуа болып көрсетіп, бір керемет қыздарды алғысы келеді, сондай бір заман болып тұр. Сондай болды. Ал мен керісінше барлық минустарымды айттым. Менің жүйкем 9 жылда шаршап қалған дегенді. Енді сәл кішкене не деп айтты, мен жүйкем ақауым бар деп, жаңағыдай кішкене жүйкемне ақауым бар деп онда айттым жолдасыма. Жолдасым айтты, ничего,
ол балалы болғанда барлығы басылады, уақыт келеді, уақыт емші деп бір ғана сөзі маған сондай бір үлкен не жігер берді да. Сол бір адамның сөзі қазіргі уақытқа шейін мені жетелеп келе жатыр. Аллаға шүкір, қазір 3 балалым бар, дін жолында қызмет атқарып жатырмын. Аллаға шүкір, мен бақыттымын деп айта аламын. Мен өткен өмірім бұл маған тек қана сабақ, оның барлығы уақытша болды. Ең бастысы, мен берілген сынақтан құлаған жоқпын. Осы күнге жеткізген бір Алланың арқасы, дұғамның арқасы деп ойлаймын. Сансыз шүкір етемін. Енді ханым, өте рахмет сіздер. Мен ойлаймын, біздің көрермендерге өте бір пайдалы, ғибратты сұхбат болды деп ойлаймын. Енді сөзімнің қорытындылап айтатын болсам, ана дінде айтады ғой, Алла тағала сүйген құлына ғана сынақ береді дейді. Яғни сынақ бергенде де көтере алатын сол сынақты құлына береді дейді. Сондай бір сіз сынақтан өткен екенсіз. Енді Алла тағала қалған ғұмырыңызды жарқын, бейбіт, аман есен, жаңағы өзіңіздің 3 балаңыз бар екен, сол балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбере сүюді Алла тағала нәсіп етсін, болашағыңыз жарқын болсын. Осымен құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз, подкастымыз өз мәресіне жетті. Сіздерден тек қана өтінеріміз, біздің жобамызды, подкастымызды қолдап, бөлісіп, пікір жазып, сондай бір қолдауларыңызды күтеміз. Аман, сау болайық ағайын.